Қазақ жеріне кілем тоқу, кілем мәдениеті бұл Орта Азия, Өзбекстан территориясы ислам арқылы келді дегенде бір деректер келтіріледі. Әлемдік барлық халықтары кілем тоқу мәдениетінде оны жоғарыдан төмен немесе төменнен жоғары тоқитын болса, жалғыз қазақтар ғана кілемді жерге кермекке жатқызып тоқитын болған. Кілемнің өзін қазақтар екі үлкен типке бөледі. Біріншісі ол түкті кілемдер, екіншісі бұл тықыр кілемдер. Түкті кілемдер Қазақстанның оңтүстік өңірінде басым келеді. Яғни оған да бірнеше болжам келтіріледі. Қосымша егіншілікпен айналысатын диқандардың баспаналары жартылай шикі кірпішпен саманнан салынғандықтан оның қабырғадан ызғар беріледі қанша деген. Сол адамның бойына ызғар жоламау үшін оны түкті кілемді көптеп пайдаланған. Екінші бір болжам, түкті кілем неге оңтүстік өңірде өте көп дейтін болсақ, бұл стационарлық тұрғыда. Яғни қазақ ауылдары көшпелі мал шаруашылығымен айналысатындар бір жерде 5 күннен артық қонбайтын болған. Түкті кілемді тоқу, жай алаша тоқу немесе тықыр кілем тоқумен салыстырған кезде 5-6 есе көп уақытты қажет етеді. Және де ол бірнеше қабаттан тұрады. Тоқу барысында түкті кілемнің түгі ол 1 сантиметрден 3 сантиметрге дейінгі аралықты қамтиды. Не себепті қазақ кілемді жерге кермекке жатқызып тоқыды дейтін болсақ, ол адамның тоқуына бірінші ыңғайлы, омыртқасына, беліне көп салмақ салмайды. Және де қазақтың баспаналары ол биігінен емес жанынан ыңғайлы болғандықтан кілем тоқуда жерге созып далада тоқу ыңғайлы болып саналған. Ал басқа халықтарда тігінен тоқу ол көп орынды алмайды, бірақ биіктеу арқылы ол адамға қолайсыздық туғызатынын қазақтар білген. Соған орай тықыр кілемнің өзін біздер бірнеше типке бөліп қарастырамыз. Оның біріншісі біздер жұлдызша деп атаймыз. Қазақ қоғамында бүгінгі таңға дейін 17-ден астам жұлдызша кілемдердің түрлері сақталынған. Сонымен қоса батыс өңірлерде кездесетін әднәс немесе баднас дегенді кілемнің түрлері кездеседі. Ол көрші түркмендерден енген дейді қазақтар. Ол сөздің тікелей мағынасы орыстың патмос деген сөзінен шыққан деседі. Яғни кілем тоқу, алаша тоқу заңдылықтары қазақтарда бүгінгі күнге дейін өте жақсы сақталынған.